Алейкум достар, қалайсыздар? Қазақша каналға қош келдіңіздер, және сіздердің алдарыңызда мен. Достар, міне мен бір апта үзілістен кейін Яндекс таксиге шығайын деп тұрмын. Бірақ кеше бір мойка жасап видео қойып едім. Астына мәке әріптес әлі заказ деген әлі жоқ. Яндекс деген өлді деген сообщениялар келіп жатыр. Енді қазір көреміз негізі қалай болып жатыр. Әріптестер, ағалар, інілер жұмыс қалай болып жатыр. Жұмыс сағат 7 болды. Бүгін 13 число. Апрель 13. Почти айның жарысы да өтіп кетті ғой, машалла. Мен деген бір апта жұмыс істей алмадым. Негізі бұл айға бар ғой, мен 47 мың ғана жұмыс істегенмін. Сол күйі денсаулық деген болмай, енді ғана орнымыздан тұрып жұмысқа шықтық. Иншалла енді бер жағы жақсы болып кететін шығар. Сағат қазір 7. Қазір линияны қосамыз. Мен әлі қосқан жоқпын, қосып қойайын. Қостым. Енді көрейік, сағат қазір 10:07 болды. Заказ түсей ма, түспей ма? Жөті біздің алдымызда бағана жанып тұрады. Қоспай қойайын деп, көтеріле ма деп ойлап едім. Жоқ, артқа қарай кетіп қалды. Фиолетовый зона жоқ болып кетті. Мейлі барлығы жақсылыққа, иншалла. Бүгін кешке дейін жұмыс істеп, бір нелерді көрейік. Негізі кеше біз анау автомеханик Астана деген неге барған тоғымыз, қалай айтсам болады, выставкаға. Ішінде анау машинаға байланысты, грузовой, легковой, спецтехника, соған барлығына байланысты бір автозапчас, лампочка. Енді кузовной ғана көрген жоқпын, бірақ фарлар да бар еді. Hyundai'дың, Toyota'ның фарлары бар еді. Оның неден бастап, даже машиналар да бар еді, выставкада қойылған. Kia электромобиль EV6 деген машина бар ғой, сол бар еді. Китайский 2 машина бар еді. Сондай выставкаларға бардық. Выставка өте жақсы өтті, бірақ ішінде видео түсіріп едім. Өкінішке орай ананың ішіне бір қалай глушак дей ма, не дейді, видеоға түсіріп запись жасаңыз, видеоға түсірген кезде даусыңыз естілмейтіндей істеп қойған. Сыртында алғам естілген, ішіне кіргем естілмеген, қайтып шыққаннан кейін алғам естілген. Енді мен білмеген ғой, ішінде қайтадан қойып көрмеген видеоны, сол күйі қалды. Енді Құдай қаласа видеоны қоятын шығарым, 1-2 кадрын. Ал қазір мінекей отырмыз. Вокзалдың қасында жота жоқ заказ. Қалай болады екен? Айтпақшы, біздің бір серіктесіміз бар екен, видеоға түсіретін. Мен 1-2 рет видеоларын көргем ол кісінің. Сол кісі маған өз видеосында обращение жасап, бір серіктес видео дей ма, не дейді? Бір адам индрайвер, бір адам Яндекс немесе бір адам таксиде, бір адам доставка қызметінде жұмыс жасап көрейік депті. Былайша айтқанда, кто больше заработает деген ғой. Қай неде көп ақша табуға болады. Соны бір видео түсірейік деп жазған екен. Ответ жаздым. Жота қолы босамай жатыр ма ол жігіттің? Әлі точный ответ келмеді. Қашан кездесіп, қашан не істейтініміз. Құдай қаласа, одан да бір ответ келсе, бір өзіміз бірігіп видео шығарамыз. Ол әрине сіздерге қызық болады деп ойлаймын, себебі қазіргі таңда адамдар неде жұмыс жасауын білмей тұр. Қазір не болып жатыр ғой? Не таксиде, кейбір күндер такси жақсы болады, кейбір күндер доставка жақсы болады. Сондайларды білмей адамдар жазып жатыр. Мәке, неде жасайық? Такси ма или доставка ма дейді. Кейбір адамдар не машинада жасайық дейді. Қазір жігіттер, мен сіздерге айтайын, анау скутер дей ма, мотоциклдің кішкентайы бар ғой, қаланың ішінде жүретін. 40-50 км/час жүреді ғой. Сол 500-550 мың екен, біреуді көріп қалдық. Доставкада жұмыс жасап жатыр. Кейде 18-20 мыңға дейін табам дейді. Енді қараңыз, скутер қанша жейді бір күндік расход? 1,5 теңге бола ма? Өз объем кішкентай бір теңге болса. Бензопиладыкіден үлкен де шығар,
Міне соны көрсеңіздер болады. Қазіргі таңда міне Астанада пешам доставка жасап, анау далада нелер бар ғой, самокаттар. Сонымен жасасаңыздар болады. Енді жазда, күнде бар ғой. Мына жазда күннің жылу кезінде доставка жеткізуде жұмыс жасау өте ыңғайлы, өте оңай. Ешқандай артық ақшаның керегі жоқ. 500-600 мыңға самокат, скутер сатып алып. Андай самокат, велик, соларда доставка жасай берсеңіз болады. Кейбір кезде доставкалар 2000-3000 мыңға дейін шығып кетеді. Ал достар, мына бізге заказ түспей ме екен? Телефонымда түсіп кетіп еді. Достар, мына каналға бар ғой, лайктарыңызды, дизлайктарыңызды басып, комментария ойларыңызды жазып, қазақша каналды қолдап кетіңіздер. Иншалла. Алла разы болсын барлықтарыңыздан. Подписация жасап дегендей. Қараңыздар. Пропустить. Автобустың арт жағынан шығып тұр ғой заказ. Мен түсінбеймін, сіздерде де осылай бола ма? Міне, дәл ортаға үлкен сумкасын қоя салды. Мен багажға түсіп қарадым. Багажда орын жеткілікті. Білмеймін, не үшін асты кір сумкасын қоя салды. Қазір мен оған көрсетем. Бәрді бұлай жасаймыз. Испачкал салон. И другой. Айтпашы, бізге заказ түсті. Көржерік. Жерден түсті. 1050 мен түсті ғой. Апарып тастайық. 17 минут жүріп келдік. Эконом тарифі. Енді заказ күтеміз. Но линия қанша екен? 1200 дейді. Осы жерде тұра береміз. 2 заказ 2300. Сегізден 10 минут кетті. Мынаны қараңыздар. Маған 600 еді, маған 300 бен түсті. Мына заказ. Қала бойынша 800 дейді. Мынандай уақытта 1000, 1200, 1400 болатын уақыт ғой. 300 бен алдым. Мінекей достар, сағатта 10 болды. Бізде 9 тапсыр 8300 теңге болып тұр. Заказдар шынымен нашар екен. Қазір кешке дейін жұмыс істесек, соңында бірдеңе жиналатын шығар. Мен айтайын дегенім, тағы бір жақсы жаңалық. Өткенде бір ютубта осындай видеолар түсіріп жүретін Темежан деген бала бар дедім сіздерге бағана. Сол бала қазір связға шығып, бүгін түсте кездесіп, жақыннан танысып, содан кейін алдағы қандай видео бейнелер түсіреміз дегендей пландар жасап алайық деп ұсыныс жасап жазды. Қазір Құдай қаласа бүгін сонымен кездесіп барлығын келісіп аламыз. Что-то бізге заказ түспей тұр. Мыңға жетті 11 заказ. Мынаны қараңыздар, Mercedes Center'ден шығып тұр. Мінекей Mercedes Center. AMG. Мынандай автосалон тек қана неде көруші едім. Нелер бар ғой? Кинода, шетелде, бір видеоларда. Міне автосалонда мынандай грузовик сататын болыпты ғой бізде де. Mercedes Center, молодец. Достар, сағат 2 болды. 19 заказ, 16946. Неге достар, сағат түскі тамақ ішетін уақыт болды. Бірақ біз Демежанмен жолығамыз деп келісіп қойып едік. Ұят болды. Мен күтіп отырғанда бір жарты сағаттай уақыт болып қалды.
Ренжімейсің Демежан. Кішкене осылай кешігіп қалдым. Келе жатырмын. Мінекей біз келдік адреске. Осы жерде мінекей 065 деген Демежан деген бауырымыз тұр мінекей. Мінекей Демежан бауырымыздың темір тұлпары. Ешқандай наклейкасыз, бірақ ақша тапқанда біраз адамнан көп табады. Мінекей бүгін бір Демежан екеуміз танысқанымызға плов жеп жатырмыз. Енді ренжімейсіздер, біз ауырып қалып, аузымыз ашық. Егер ораза кезінде көрсеңіздер, бұны лучше кешкісін сағат 8-ден кейін көріңіздер. Мінекей достар, мына Демежан бауырымызбен де танысып алдық. Демежанның подписчиктеріне ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Мұраттың подписчиктеріне ассалаумағалейкум. Мінекей молодец, бір жақсы кездесу болды. Бір рахаттанып тамақ ішіп алдық. Мына айтпақшы жігіттер, мына жерге келіп плов жеп тұрыңыздар, күшті тамақ. Кейде бізді көріп қалуымыз мүмкін. Осы жерде боламыз біз. Мен де енді осында келетін боламын, достар. Мұнда қай камераға қарарым білмей тұрмын да. Осында және обзор жасадым. Менің арнамда көреді, кім менің арнамнан көріп жатыр. Мен және обзор жасадым тамақтың. 1900 теңге, достар. Дәмді керемет болды. 1900 теңге. Екеміз общий счет 3800 теңге шықты. Әрқайсымызға 1900 теңгеден айналып түсті. Негізі арзан ғой, иә? Арзан. Рахат. Түске дейін 16-17 мың тауып келесің, 2000 теңгеге тамақ ішіп алып. Жігіттер, міне қазір біз Демежан екеуміз кездесіп, енді білмей жатырмыз, кім индрайвермен, кім Яндекспен таксовать етеді. Сол үшін қазір міне өздеріңіз алдыларыңызда біз сулиф ойнаймыз. Жеңген адам таңдайды, кім немен таксовать еткісі келіп тұр. Ал кет. Бүгін жұма, бүгін четверг, бүгін четверг, біз понедельник күні түсіреміз. Дүйсенбі күні азаннан бастаймыз. Енді кездеспей қойымыз. Алыс жақта тұрады екенбіз, мен левый беректе, кім правый беректе тұрады екен. Біз WhatsApp-пен, телефонмен, видеозвонокпен сөйлесіп, жұмысымызды азанда бастап кетеміз. Шамасы 6-7 арасында, мүмкін тура 7-те, не болмаса 6-жарымдарда көреміз, қалай оянамыз, хабарласамыз, азаннан бастап кетеміз. Bir 10-12 сағат жұмыс жасаймыз. Сосын өзіміздің нәтижелерімізді кешке жақын нетет боламыз. Қазір шешіп аламыз, кім индрайверде, кім Яндексте сулиф ойнап. Давай, жеңген адам таңдайды. Давай. Сулифа! 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 Демежан бауырым жеңдің. Иә, мен жеңдім. Ал енді мен өзімнің контент разнообразие болу үшін мен индрайверде жұмыс жасайын. Сен Яндексте. Менікі өзімдікі Яндекс. Яндекс индрайвер. Ал достар, енді лайк басып, пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Бастаймыз. Мына Демежан бауырымызға тіркеліп қойыңыздар. Өте бір көңілді жігіт екен. Ал сіздер, сізден маған. Мұратқа тіркеліңіздер, сілтемесін, каналдың сілтемесін мазмұнда, описанияда осы бейнероликтің астында қалдырамын. Ал енді бізге сәттілік, мен ары қарай жұмысымды істей берейін бар. Жақсы, онда хабарласамыз. Сау бол. Достар, мінекей Демежанмен танысып, тамақ ішіп, мен қайтадан жұмыс бастадық. Бір жақсы жері көрісіп, жақындан танысып, понедельник күні индрайвер жақсы таба ма, Яндекс жақсы таба ма деген видео, жақсы видео түсіреміз, екеуміз біргелікте. Көрдіңіздер, таңдадық, ол индрайвер таңдадым, мен Яндекс таңдадым. Енді көреміз понедельник қалай болады екен. Понедельник, вторник құдай қаласа бір видео шығады, Демежанмен бірге жұмыс жасағанымыз. Көріңіздер, сәттілік тілеп қойыңыздар, мен көп табайын. Достар, бізде 20 заказ болды, сағат 4, 10 минут бар әлі 4-ке. 21-ші заказға келіп тұрмыз. Мынау негізі 890 теңгеден айналып тұр ғой. Каждый заказ, без комиссия, партнер, барлығын алып тастағанда. Достар, сағат 5:30 болды. Біз 25-ші тапсырысты алып келдік. Mana 21 zakaz.
21.850 теңге. Достар, қазір маған бір пассажир күте тұрыңыз, бір 10 минуттай. Сіздерге көрініп тұрмын, мынау Hilton Garden. Осында күте тұрыңыз, сосын бізді мына жерге апарып тастайсыз деді. Сосын мен сол кезде қарағанда мынау 1700 еді. Қазір 1390 көрсетіп тұр. Еще 10 минут ожидания. Енді сұрақ. Қанша аламыз бұл кісіден? Он минут ожидания комфортта примерно 420-450 теңге болады. Енді мына жерде примерно қоссақ, мына 1400-ге 1800. Бағана 1700 еді. Достар, сағат деген 8:30 болды. Заказ түспей қойды. Бірақ мен домой басып қойдым, мен үйге кетемін. 11 километр 30 минут деп тұр енді. Мынау уақытта жете алмаймыз бәрібір. Әлі заказ да жоқ. Сол үшін енді мен көрсетейін деген мынау ғой. 31 заказ 29.146. Еще бағана Hilton бар ғой, ол 2000 теңге берген чисто. 3,5-4 километр жүрдім. Бір 15 минут жүрдім. 2000 теңге берді. Достар, мінекей сағат 21:13, мен сағат таңғы 7 минут өткенде бастағам. Енді қараңыздар, 13 сағат болып тұр бұл жерде. 2 сағат бағана түскі тамақ ішуге кетті. Сонымен 12 сағат жұмыс. 12 сағат жұмыста 32 тапсырыс 30.000 теңге. Мінекей бауырлар, бүгіндікке жұмысты тоқтатамыз. Сағат 9-дан 15 минут кетті. Біз деген 32.000, 2.000 да есептемей қойық, сосын түскі тамақты да есептемей қойық. 2 сағат еме жаммен отырып тамақ ішіп, анау соған 2 сағат 2.000 теңге ақша кетті. Енді қараңыздар, 32 заказ 30.000 теңге. Мынау Яндекс өлді дейді, бірақ нормально ғой. Просто 12 сағат жұмыс істеу керек та. Мейлі, 12 сағат 30.000 теңге, бізде қалады 24-25.000 теңге қалады. Менде примерно 4.000-4.500 жанармай кетті. Болды, басқа расход жоқ бүгіндікке. Сол екеуі ғана. Сонда 24.000 қалған өзінде 12 сағатта сағатына таза 2.000 теңгеден ешқандай расход, барлық комиссия, расход, тамақ, жанармайды шығарып тастағанда сағатына таза 2.000 теңгеден. Бүгін жақсы болды деп ойлаймын жұмыста. Достар, сіздерде қалай болды? Мейлі, келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.